Ассалаумалейкум достар, Автолайк каналының кезекті шығарылымы. Бүгін біз Алматы қаласындағы Toyota көлік сату орталығына келдік достар. Осында тұрған автокөліктердің бағасына шолу түсіріп өтетін боламыз достар. Достар, біздің Автолайк каналына тіркеліп, видео соңында ұнап жатса, лайк басып пікір қалдырып кетулеріңізді сұранамыз. Және де достар, Автолайк каналын қолдау ретінде WhatsApp чаттарға өз достарыңызбен бөлісіп қоюларыңызды сұранамыз достар. Toyota Camry 55 үлгі. Так, 2015 жылғы 89 мың жүріп өткен жолы, 2.5 автомат дейді. R2 комплектация 10 миллион 100 мың теңге сатылымдағы бағасы. Hyundai Accent көк түсті. Көліктің бағасы 6 миллион 300 дейді. 2020 жылғы 24 мың жүріп өткен жолы, 1.4 автомат. Бұл полный комплектация емес. Hyundai Sonata жүрген көлік. Жалпы көлік 2020 жылғы 23 мың жүріп өткен жолы, 2.5 автомат 6 ступка. Передний привод дейді. 12 миллион 950 мың теңге дейді сұрап тұрған бағасы бұл көліктің. Toyota Yaris сатылымда. Пробегпен дейді. 3 миллион 800 сұрап тұрған бағасы. 2007 жылғы көлік 1.3 автомат достар. Жалпы енді қарапайым халықты жарылқағаннан емес, осы көліктердің біраз уақыт тұрып сатылмағандығынан скидка болып жатқаны айдан анық. Енді қарап көріңіздер. Ұнап жатса әрине телефон нөміріне хабарласып көрсеңіздер болады Toyota центрдің. Hyundai Accent сатылымда. 2021 жылғы. Так, 1.4 автомат дейді. 6 миллион 700 дейді. Мынау 1.4-тің полный комплектациясы автоматпен. 6 миллион 700. Ал осының 1.4-тің механикасы қазір салондарда 5.7 тұрып жатыр. Жаңасы. Мынау жүрілгені 6 миллион 700. Шкода Rapid сатылымда. Мынау Шкода көліктерді тоже солай запчастынан сәл қиындау. Қазақстанда құралғанмен запчасты қымбат болады бұл көліктердің. 4 миллион 700 сұрап тұрған бағасы. 2014 жылғы 115 мың 392 жүріп өткен жолы, 1.6 мотормен, автомат коробка, хэтчбек. Kia Cerato сатылымда. Негізінде Алматы қаласындағы Toyota көлік сату орталығында анша көп емес екен сатылымдағы көліктер. 2014 жылғы 1.6 автомат дейді. 6 миллион теңге сұрап тұр Ceratto'ға. Алдыңғы жетекті, салоны билер. Hyundai Elantra. Сыртқы жағдайы жақсы. 2015 жылғы 109 мың жүріп өткен жолы, 1.6 автомат, 6 миллион 100 сұрап тұрған бағасы. Кожаный салон. Toyota Camry 35 нұсқа сатылымда. Так, 5 миллион 150 мың теңге дейді. 2005 жылғы 3 литрлі автомат, 382 мың жүріп өткен жолы. Мә саған. Subaru Forester. Сатылымда көлік.
3.850.000 мың теңге дейді сұрап тұрған бағасы. 2004 жылғы 2.5 автомат дейді. 252.937 жүріп өткен жолы. Салоны дилер машинаның. Renault Logan'dır satылымда. Көлік 6.950.000 дейді. 2020 жылғы 1.6 автомат бензин дейді. Жалпы достар, бұл түсіріп атқан көліктің бәрін осы Алматы қаласындағы Toyota көлік сату орталығының менеджерлеріне хабарласып жалпы біле аласыздар. Volkswagen Polo. Көлік 2015 жылғы 99.000 жүріп өткен жолы, 1.6 автомат, 4.500.000 дейді сұрап тұрған бағасы. Сатылымда Nissan Almera қара түсті. Енді көп жағдайда комментарияда сұрап атып, автокөліктің барлығына тоқталып, характеристикасын айтып кетсеңіз, болмаса кемшілігін айтып, түсіндіріп кетсеңіз деп. Nissan Almera 3.850.000 теңге. 2012 жылғы 1.6 автомат. Достар, осы көліктің жалпы Nissan автокөлігінің қай-қайсысы болмасын, бізде енді Алматыда запчасы қол жетімді. Біздің Шымкент қаласында осы Nissan автокөліктерінің өте запчасынан ташылып көреді адамдар. Наличие табу қиын. Барлығын под заказ аласыздар. Енді бірен-саран запчастар табылуы мүмкін. 60%-ін тек заказбен алдырып сала аласыздар. Содан кейін осы Nissan автокөліктерінің запчастары қымбат болады. Қарайтыннан бұрын ойланып қарап алсаңыздар дұрыс болады. Nissan автокөлігі. Енді бұл жерде барлық көліктің бағасы қымбаттау. Жаңа болғаннан кейін 2011 жылғы 1.6 автомат дейді. Хеджбек 4.180.000 теңге сұрап тұрған бағасы бұл көліктің. Тағы да Toyota Хеджбек. Так, 2013 жылғы 4.400.000 дейді бағасы. 1.3 автомат хеджбек. 133.091 жүріп өткен жол бұл көліктің. Екіншісіне қарағанда сәл километражы аз екен. Hyundai автокөлігі. Так, бұда да скидка болған екен. 3.400.000-ден 3.170.000-ге. 2013 жылғы 1.4 автомат дейді. 151.545.000 километр жүрген. 2013 жылғы машина. Toyota Yaris сатылымда хеджбек. Жүрілген көліктер бұнда 3.500.000 дейді сұрап тұрған бағасы. 2007 жылғы 1.3 автомат, 146.308 жүріп өткен жолы. Хеджбек. Mitsubishi ASX сатылымда. Пробегпен көлік жүрілген. Так, 9.300.000 дейді сұрап тұрған бағасы. 2019 жылғы 41.456 жүріп өткен жолы. 2 литрлі мотормен автомат. Lexus RX сатылымда. Кроссовер. Көріп 7.200.000 дейді. 2005 жылғы 3.3 автомат. Толық жетекті кроссовер. Гибридті мотор 60-қа дейін. Тоқпен одан 60-тан жоғары бензинге ауысады автомат түрде. Сатылымда Hyundai Elantra қара түсті. Жалпы достар, біздің автолайк каналына тіркеліп, видео соңында лайк басып пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Так,
Бұл көлікте де скидка 7 миллион 950-ден 7 миллион 600-ге түскен екен. Бағасы 2018 жылғы 76 мың жүріп өткен жолы. Машинаның 1.6 моторымен автомат. Қара түсті. Toyota Land Cruiser Prado 150 150 шанақтағы көлік. Так, көлік 2019 жылғы 31416 жүріп өткен жолы. 4 литрлі қозғалтқышпен автомат коробкада. Тағы да Toyota Land Cruiser Prado. Так, бағасы 21 миллион 300 дейді. 2017 жылғы 31 мың жүріп өткен жолы 2.7 автомат толық жетекті. Бұлар енді внедорожниктер санатындағы көліктер. Toyota Land Cruiser 200-ка 200 санаттағы көлік, внедорожник. Так, бағасы дейді 33 миллион 700 дейді сұрап тұрған бағасы. 2020 жылғы 4 литрлі қозғалтқыш автомат толық жетекті внедорожник санатындағы көлік. Nissan Juke. Так, бағасы 5 миллион 700 дейді, скидка оған екен, 6 миллион 50-ден. 2013 жылғы 1.6 автомат передний дейді. Chevrolet Captiva сатылымда. 6 миллион сұрап тұрған бағасы ол көліктің 2014 жылғы 2.4 мотормен 4 вода автомат. Кроссовер. Жалпы Toyota центрде Алматы қаласындағы. Жалпы сыртқы жағдайлар жақсы машинаның. Toyota Corolla рестайлинг. Так, көлік 18 жылғы 55.744 жүріп өткен жолы 1.6 мотор автомат 8 миллион 100 дейді. Сатылымдағы бағасы достар. Простой штамп дискіде көлік. Егер осы көлікті алатын болсаңыз, егер кредитке шығаратын болсаңыз, күніне 3200 теңге ақша төлейді екенсіз. Бір күндік суммасын көрсетіп қойған. Toyota RAV4 сатылымда. Так, 11 миллион 500 дейді сұрап тұрған бағасы 2017 жылғы 27698 жүріп өткен жолы. 2 литрлі қозғалтқышпен жалпы автокөлік. Осында болып тұрса көлік жылы емес, сыртында жағдайы да осылай болып тұрса қарайтын адамға да ыңғайлы негізі.